қазақтың алғашқы дәрігер қызы Аққағаз Досжанова. Аққағаз Досжанова 1893 жылы Ақтөбе уезіне қарасты Бөрте болысының 5-ші ауылында дүниеге келді. Аққағаз Досжанованың білім алуына, дәрігер мамандығын таңдауына ағасы Сағындық Досжановтың ықпалы зор. Аққағаз Досжанова Орынбор гимназиясын оқуға түсіп, 1914 жылы үздік бағамен бітіріп шығады. 1921 жылы білім ордасын ойдағыдай тәмамдаған болашақ дәрігер осы жылы Семейге облыстың Абай ауданына келіп тәжірибеден өтті. Аққағаз Ташкентке келіп, Орта Азияда жастарына арнап ашылған Түркістан мемлекет университетін дәрігер факультетін құжат тапсырады. Оқи жүріп, осы мамандық бойынша қызмет етті. Сабақтан тыс уақытында қалалық акушерлік гинекологиялық клиникада ординатор болып жұмыс істеді. Қоғамдық жұмыстарда да назардан тыс қалдырмады.